менің каналыма подписация етіп, жазылып қойыңыздар, поделиться етіп, комментарий жазып жіберіңіздер. Мен сіздерге өте қызық оқиға салатын боламын бұйырса. Қызым үйлену тойы өтетін залға көзілдіріксіз кіргенде, мен оның көзінің астындағы көгерген ізді бірден байқадым. Бұл кірпіктің көлеңкесі де, сәтсіз жасалған макияж да емес еді. Бұл қызымның соңғы минутқа дейін жасырғысы келген нағыз соққының ізі болатын. Залда әлі музыка гүрсілдеп тұрды. Асаба микрофонын пиджағына қысып ұстап алған. Қонақтар бастарын созып елеңдеп қалған. Ал Арсен жас жұбайлардың үстелінің жанында тұрып, бәрі жоспар бойынша өтіп жатқандай жымиып тұрды. Мен орнымнан тұрып, тек бір ғана нәрсені сұрағым келді. Мұны кім істеді? Арсен маған тіке қарап, оған сабақ болу керек еді деді. Үстел басындағылар күліп жіберді. Бәрі бірдей емес, бірақ күлгендердің қарасы аз болмады. Осы күлкі қызымның жерге қарауына жеткілікті болды. Ал мен егер қазір оны ұрсам, кейін жұрт шаңырақ құрар сәтте шал тойдың берекесін қашырды деп шығатынын түсіндім. Егер айқай шығарсам, келіннің әкесі өзін ұстай алмайды демекші. Мен басқаша әрекет еттім. Мен өмір бойы зонысы болған адаммын. Егер темір тетік қисайса, оны балғамен ұрмайды. Алдымен оны қыспаққа түзу қысып алып, қай жерінен діріл кеткенін бақылайды. Үстел басындағы адамдар мені сасып қалды деп ойлады. Олар қарт зонысының дәл соққы жасайтын сәтті күте алатынын білген жоқ. Арсен де мұны сезбеді. Асабаға жақындап, музыканы өшіріңізші деді. Оң жақтағы дыбыс зор айтқыш үзілді. Залда біреудің бақалды тәрелкеге қойғанына дейін естілетіндей тыныштық орнады. Мен қалтамнан Аяжанның бала кезінде қисық әріптермен «Әке, үйге тезірек келші» деп жазған ескі ашық хатын шығардым. Сол күні үйге қайтатын мен емес едім. Үйге оны қайтару керек болды. Егер сіз өміріңізде бір рет болсын жақын адамыңыздың жұрт алдында қорланғанын көрсеңіз, бұл хикаяны соңына дейін тыңдап, менің орнымда әке не істеу керек еді? Ұруы, үнсіз қалуы, әлде қызын алып кету керек пе еді? Соны пікірге жазыңыз. Бәрі бұл залда басталған жоқ. Бәрі кеше менің шеберханамда. Күйеу баланың Аружанды шынтағынан қалай ұстап тұрғанын алғаш көргенінде басталған еді. Шеберханадағы кездесу тойға бір күн қалғанда мен шеберханада болдым. Зауыттан қол үзгеніме көп болса да, білдектерден қол үзгенім жоқ. Екі бөлме, ескі жону білдегі, майдың иісі, жәшіктегі үгінділер. Сол жерде мені қалалық, біздің көше арнасына келген Аяжан Сейітова тапты. Қарт жонысы туралы қысқаша сюжет түсірмекші екен. Мен камераны ұнатпайтынмын, бірақ Аяжан мазамды алған жоқ. Телефонын қойып, білдекті көрсетуімді сұрады. Кескіш туралы, рұқсат етілген ауытқу деңгейі туралы сұрап, мені бөлмей, мұқият тыңдады. Біз жұмысты аяқтай бергенде, шеберханаға Арсеннің көлігі келіп тоқтады. Аяжан сыртқа шашы бейберекет жиналып, демігіп шықты. Ал Арсен көлікті айналып өтіп, оның шынтағынан ұстап, есікке қарай сырт көзге аса дөрекі көрінбейтіндей жетектеп әкелді. Бірақ мен оның саусақтарын көрдім. Өте қатты қысып алған. Аяжан босануға тырысты. Арсен оған еңкейіп, құлағына сыбырлап бірдеңе деді. Қызым қарсыласуын қойды. Аяжан да терезеге қарады. Ол камерасын өшіріп қойған еді, бірақ телефонын қолында ұстап тұрды. Бұл сіздің қызыңыз ба? Күйеу жігіт пе? Ертең той ғой деді. Аяжан ештеңе деместен телефонын асықпай сөмкесіне салды. Аружан бірінші болып кірді. Маған күштеп жымиды. Әке, тағы да үсті басым май болып кетіпті. Ертеңге дейін қолынды дұрыстап жуып алшы. Сен үшін құлағыма дейін тазалап жуамын дедім мен. Ол күліп жіберді. Бірақ күлкісі келте шықты. Арсен соңынан кіріп, Аяжанға ишарат жасады. Менімен қол алысты. Алақаны құрғақ әрі қатты екен. Қолымды қажетінен ұзақ ұстап тұрды. Бауыржан, ертең кешікпеңіздер деді Арсен. Бізде бәрі уақытпен өлшенген. Мейрамхана созылмалы емес. Мен жұмысқа 40 жыл бойы кешікпеген адаммын. Бұл жақсы. Ертең бізге өз бетінше әрекет етудің қажеті жоқ.
Аружан оның жеңінен тез ұстай алды. Арсен, әкем түсінді ғой. Ол қызымның қолына қарап, оның қолын жібергенін күтті. Мен қаталмын, өйткені бәріне өзім жауап берем. Той дегеніміз жай жиын емес. Аяжан жанымызда тұрып бәрін тыңдап тұрды. Көздері сабырлы, телефоны сөмкеде. Ал Аружан үшін кім жауап береді? Деп сұрады ол кенеттен. Арсен Аяжанға бұрылды. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Аяжан, Бауыржан туралы сюжет түсіріп жатырмын. Олай болса, білдектер туралы түсіріңіз, деді Арсен жұмсақ дауыспен. Отбасылық мәселе отбасында қалу керек. Ол мұны айқайсыз, тіпті сыпайы жеткізді. Бірақ Аружан тағы да жерге қарады. Олар кеткен соң Аяжан есік алдында сәл кідірді. Бауыржан, егер бірдеңе болса, менің нөмірімді жоғалтып алмаңыз. Мен қағазды алып, әмияныма салдым. Ол кезде Аяжанды жас қызуқанды деп ойладым да, өзім тағы да үнсіз қалуды жөн көрдім. Ертең той, араласпа деп өзімді тоқтаттым. Той күні. Той күні таңертең біз жұбайым Аяжанмен бірге Ақ Босаға мейрамханасына қонақтардан бұрын келдік. Мейрамхана жол жиегінде орналасқан. Маңдайшасы қызыл түсті. Баспалдақштары ескіріп, ортасы мүжілген. Іште қуырған еттің, гүлдердің және шашқа себетін лақтың иісі аңғиды. Оң жақта жас жұбайлардың үстелінің қасында дыбыс зорайтқыш тұрды. Залда Арсеннің анасы, ұзын бойлы, тік жүретін қою шие түсті көйлек киген Аружан бұйрық беріп жүреді. Бізді көріп, ернін сызып қана жымиды. Бауыржан, Аяжан, өтіңіздер, кек мұнда емес. Ол жас жұбайлардың жанындағы бірінші үстелге қолын қойды. Мұнда Арсеннің жұмыстағы сыйлы адамдар отырады. Оларға сахнаның көрініп тұрғаны маңызды. Ал бізге қызымызды көру маңызды емес пе, деп сұрады Аяжан. Арсеннің анасы қымсынғанда жоқ. Сіздер ата-анасыздар ғой, бәрібір көресіздер. Ауыл байлық жасамаңдар. Кім жақын отырса, сол қачтырақ жақсы көреді деген заң жоқ. Мен қонақтарды отырғызу сызбасына қарадым. Біздің тегіміз алысырақ, шеткері, өтетін жолға жақын жерге қойылыпты. Ең нашар жер емес, бірақ атана отыратын орынға мүлдем ұқсамайды. Біз Аружан айтқан жерге отырамыз, дедім мен. Анасы басын изеді. Аружан, қазір ұсақ-түйекті ойлайтындай жағдайда емес. Арсен бәрін өз мойнына алды. Еркек адам шаңырақты бірінші күннен бастап ұстау керек. Мен жауап бергім келді. Бірақ бізге мойнына сымдар іліп алған жас жігіт жақындады. Бұл мейрамхананың операторы Бауыржан Қожақов еді. Кешіріңіздер, бұл жерде өтетін жолды бос қалдыру керек, деді Бауыржан. Қазір асабаның микрофонын тексеремін. Жалпы дыбыс клипке жазылады. Қандай дыбыс, деп сұрадым мен. Үйлену тойының фильміне арналған. Мейрамхананың осындай пакеті бар. Камера, жалпы план, асабаның микрофоны, музыка жеке жолақ болып жазылады. Бәрі флешкаға түседі. Ол саусақтарының арасындағы кішкентай флеш картаны көрсетті. Мен сол сәтте оған мән берген жоқпын. Флешка болса флешкада. Асаба жас жұбайлардың үстелінің жанында тұрып, даяшы қызбен қалжыңдасып жатты. Бауыржан оның жағасына микрофонды қыстырып, бірнеше сөз айтуын өтінді. Оң жақтағы дыбыс зор айтқыштан асабаның дауысы шықты. 1, 2, құрметті қонақтар, махаббат пен тәбетті тексереміз. Дыбыс зор айтқыш бір қырылдап барып дыбысы реттелді. Арсеннің анасы ашуланып қолын бір сілтеді. Мен Бауыржанның флешканы аппараттар тұрған сөренің жанындағы кішкентай сөмкеге салып қойғанын көріп қалдым. Көп ұзамай Арсеннің інісі Бауыржан келді. Ол Арсенге тек бойымен ғана ұқсайтын. Жүзі жұмсақ, көз қарасы құбылмалы. Ол маған шеткері тұстан жақындады. Бауыржан, 2 ауыз сөз сөйлесуге бола ма? Айта бер. Бауыржан Арсеннің анасына қарап алды. Сіз бүгін араласпай-ақ қойыңызшы, жара ма? Арсен өзі бәрін реттейді. Ол жерде шығындар, залдың ақысы, Аружанның картасы бойынша. Қысқасы отбасылық мәселелер бар. Мен оған қарай толық бұрылдым.
Қандай карта? Бауыржан көзін жыпылықтатты. Әлгі бір аударымдар, қайтарымдар ғой. Мен қатты мүлмедім. Арсен той алдында Аружанды мазаламауды өтінді. Ол тез сөйлеп, сөздері бір-біріне араласып кетті. Кейін менің артынан Арсеннің келе жатқан көріп, бірден үнсіз қалды. Арсен үсті басы таптаса, қымбат әтір иісі аңқып жақындады. Інім уайымдап жүр. Үлкендер ақыл айта бастайма деп қорқады. Ол Бауыржанға қарады. Інісі жарты қадам артқа шегінді. Аружан қайда деп сұрады. Қасымызға келген Аяжан. Визажисте деп жауап берді Арсен. Қыздар әр қашан кешігеді ғой. Қолы бос емес болғандықтан тұтқаны көтермей жатыр. Аяжан, уайымдамаңыз. Оның макияжы, шаш үлгісі, көйлегі бар. Өзіңізде әйел адамсыз ғой деді. Жылы сөйлегендей болып, бірақ Аяжанның өңі бозарып кетті. Ол телефонын алып, қызына тағы да қоңырау шалды. Ұзақ гудоктан кейін байланыс үзілді. Өшіріп тастады деді Аяжан. Арсен мысқылдап жымиды. Демек қолы тимей жатыр. Біз Аружанға тек салтанат басталарға жақын ғана бара алдық. Ол бас есіктен емес, сусындар таситын қосалқы есіктен кіріпті. Көйлегі арнайы қаптамада жабық тұрды. Жүзінде үлкен қара көзілдірік. Залда күн көзі болмаса да шешпепті. Аяжан бірінші болып барды. Аружан, саған не болды? Анашым ту шағып кетті. Визажист әзірге осылай отыра тұр деді. Аружанның дауысы бір қалыпты, бірақ тым жансыз шықты. Ол анасын құшақтаған жоқ, тек саусақтармен оның жеңінен түртті. Аяжан көзілдірікке қолын созды. Көрсете қойшы. Аружан көйлектің қабы жерге тиіп сусылдап кететіндей қатты шегініп қалды. Керек емес, біз үнсіз қалдық. Артымызда орындықтарды жылжытып, бақалдарды тексеріп жатты. Асаба микрофонға күліп сөйлеп тұрды. Арсен сәл алсырақта бақылап тұрды, жақындаған жоқ. Аружан деді мен ақырын ғана. Егер бірдеңе болған болса, қазір айт. Ол аузын аша бергенде, Арсеннің анасы қол шапалақтады. Қалыңдық, уақыт болды, бәрі күтіп қалды. Жылауды кейінге қалдыр. Қазір бет әлпетінді ретке келдір. Аружан селкете қалды. Арсен бірден жанымызға жетіп келді. Бәрі жақсы деді ол маған. Қалыңдықтарда мұндай қорқыныш болып тұрады. Одан трагедия жасамаңыздар. Мен қызымнан сұрап тұрмын. Арсен одан сайын жымиды. Ал мен сізге жауап бердім. Міне дәл осы сәтте бәрін тоқтату керек еді. Аружанды дәлізге алып шығып, есікті жауып алу қажет болатын. Бірақ мен олай істемедім. Залдағы оқиға асаба қонақтарды шақырды. Музыка қаттырақ шықты. Жас жұбайлардың үстелінің оң жағындағы дыбыс зорайтқыштың басы гүрілдеп тұрды. Бізді шеткі үстелге отырғызды. Бауыржан, маған бұл ұнамай тұр деді жұбайым. Маған да, оған бару керек. Мен орнымнан тұрдым, бірақ жолда асабамен бірге Арсен пайда болды. Асаба микрофонды көтерді. Құрметті қонақтар, назар аударыңыздар. Қазір залға біздің сұлу қалыңдығымыз кіреді. Бәрі есікке бұрылды. Мен бірінші қатардың жанында тұрып қалдым. Өйткені қайта отыра алмадым. Аружан залда көзілдіріксіз көрінді. Алдымен иығы жабық, қарапайым ақ көйлекті. Кейін оның жүзін көрдім. Қызымның сол көзінің астында жаңа ғана көгерген, сеті қарайған соққының ізі анық көрініп тұрды. Макияж оны жасыра алмаған. Аружан баяу басып келе жатты. Гүл шоғын төмен ұстаған. Көздерінен жас шықпаған. Үстелдегілер басында ештеңе түсінбеді. Біреулер әдеттегідей жымиып, біреулер телефонын жоғары көтерді. Бірақ кейін күлкілер сақ тыйыла бастады. Бірден бәрі емес. Қасында тұрған Аяжан ақырын ғана жаратқан ием деп сыбырлады. Мен де отырмадым. Арсен жас жұбайлардың үстелінде тұрды. Жағасында кішкентай микрофоны бар асаба қасында еді. Қолындағы микрофонды төмен түсірген, бірақ жағасындағы микрофон қосулы тұрған болатын. Оң жақтағы дыбыс зорайтқыштан музыка естіліп тұрды. Аружан Арсенге жақындай берді. Арсен оның қолынан ұстаған жоқ. Ол қызыма емес, маған қарап, ернінің бір шетімен мысқылдап жымиды. Оған сабақ болу керек еді, деді Арсен. Ол ақырын айтты, бірақ қасында, жағасында микрофоны бар асаба тұрды.
Мұны мен де, Аяжан да естідік. Бірінші үстелде естіді. Содан кейін бірнеше үстелден күлкі дауысы шықты. Біреулері қобалжығаннан, біреулері Арсен мен анасына жағымпазданып күлді. Аружан сәл теңселіп кетті. Мен алға қадам басқанда, кеудемде Аяжанның балалық хаты қысылып қалғандай болды. Мен Арсеннің жұдырығын, оның ақ тістерін және көрісіне еңкейіп, мән бермеңіздер. Жастар өздері шешіп алады деп сыбырлаған анасын көрдім. Шынымды айтсам, менің оны ұрғым келді. Қолдарым қарт болса да, әлі де күші бар еді. Бірақ мұның немен аяқталатынын білдім. Айқай-шу, полиция, телефондағы видеолар. Бұл масқараның бәрі тағы да Аружанның басына түсетін еді. Мен Арсенге емес, Асабаға қарай беттедім. Асаба сасып қалып, микрофонын кеудесіне жақындатты. Бауыржан, қазір бағдарлама бойынша музыканы өшіріңіз дедім. Мен айқайламай-ақ. Зауытта білдек дұрыс істемей тұрғанда осылай дейтін. Алдымен тоқты өшір, кейін мән жайды анықта. Асаба Арсенге қарады. Арсен маған қарай бір қадам жасады. Бауыржан, мұнда цирк жасамаңыз. Музыканы өшіріңіз деп қайталадым. Бауыржан аппараттардың жанында еді. Мен оны Асабаның иығынан көрдім. Бауыржан Аружанға, кейін маған қарады. Қолы пульт үстінде дірілдеп тұрды. Аяжан үстелден тұрды. Өшіріміз деді жұбайым. Сол кезде оң жақтағы дыбыс зорайтқыш өшті. Әннің қайырмасы үзіліп, зал тек тәрелке сылдырымен, адамдардың демімен және біреудің уақытында тоқтаталмаған күлкісімен қалды. Бұл тыныштықта Аружанның жүзіндегі көгергеніз одан сайын айқын көрінді. Арсен тістеніп алды. Жалғастырамыз деді ол Асабаға. Қалымдықтың жүйкесі сыр берді. Әкесі қызып кетті. Ондай болып тұрады. Анасы орнынан тұрды. Бауыржан, сіз қазір қызымыздың өмірін құртып жатырсыз. Отбасылық тәрбиелік сәт үшін тойды бұзуға болмайды. Мен оның анасына қарадым. Тәрбиелік дейді ау. Еркек болашақ жарына жауап береді. Кейде қатал түрде. Аружан үстелдер арасында тұрып ешкімге қарамады. Қолындағы гүл шоғы дірілдеп тұрды. Мен қызыма жақындап, бір қадам жерде тоқтадым. Оны жұлқылап сүйреген жоқпын. Қызым, дедім мен. Үйге қайтқың келе ме? Аружан көзін көтерді. Залда біреулер сыбырлай бастады. Асаба микрофонын қос қолымен қысып ұстап алды. Бауыржан аппаратты өшірместен пульт қасында тұрды. Ал Арсен Аружанға қарап, оның бағынғанын күтті. Аружан, деді. Арсен бір қалыпты дауыспен. Масқара болмай, мында қадам бас. Ол басын оған қарай бұрды. Бір сәтке маған ол баратындай көрінді. Өйткені солай істеу оңайырақ еді. Айтқанын істеп, кешті өткізіп, кейін ваннада жылау. Аяжан екінші жағынан жақындады, бірақ ол да қызына қол тигізген жоқ. Үйіміздің есігі ашық, деді жұбайым. Қазір ешқандай сұрақсыз кетеміз. Арсен мысқылдады. Әрине, алып кетіңіздер. Тек залдың шығындарында бірге ала кетіңіздер. Сыйлыққа келген ақшанда талқылауды ұмытпаңыздар. Ол менің не айтып тұрғанымды біледі. Аружан әлгі көгерген із туралы сөзден де қатты селк ете қалды. Демек, Бауыржан таңертең босқа сөйлемеген екен. Оны кейін сөйлесеміз, дедім мен Арсенге. Жоқ, Бауыржан, кейін емес. Сіз қазір адамдар ақшасын төлеген шараны бұзып жатырсыз. Өзіңіз жұмысшы адамсыз ғой. Еңбектің бағасын білуіңіз керек. Еңбектің бағасын білемін. Қызым, деп қайталадым мен. Үйге қайтқың келе ме? Аружан жауап берген жоқ. Тек ерні дірілдеп кетті. Мен бара алмаймын, әке. Бара аласың. Бәрі қарап тұр. Қараса маған қарасын. Мен залға қарай бұрылып, оны бұл көздерден қорғау үшін қызым мен үстелдердің арасына тұрдым. Арсеннің анасы бізге қарай беттеді. Аружан, тез арада күйеу жігіттің қасына бар. Сен ересек әйелсің. Әкеннің артына тығылатын кішкентай қыз емессің. Аяжан алға шығып, оның алдын бөгеді. Қызыма жақындамаңыз. Маған тыйым салатындай сіз кімсіз? Анасымын. Анасы тоқтап қалды. Арсен терең дем алып Аружанға қол созды. Аружан, жетер енді. Мен алақанымды алға қарай көтердім.
қолыңды тигізбе. Арсен менің алақаныма қарап дауыстап күліп жіберді. Сонда қарт жонушы мені тәрбиелейін деп пе? Жоқ. Залда тағы да қозғалыс басталды. Біреу телефонын шығарды. Менің қорыққаным да осы еді. Егер мен ашуға бой алдырсам, бүкіл қала тек менің жұдырығымды көретін еді. Мен қолымды түсіріп, Аружанға жақындап, ақырын ғана сыбырладым. Қосалқы есіктен шығайық. Ол жерде адам аз. Ол таңертең көзілдірікпен кірген есігіне, кейін анасына, сосын маған қарады. Әке, олар сыртымыздан сөз қылады ғой. Айта берсін, деп сөзін бөлдім мен. Кейін реттейміз. Мен кінәлімін бе деген сұрағы өте ақырын, балалық үнмен шықты. Бұл сөз маған үстелдерден естілген күлкіден де ауыр тиді. Жоқ дедім мен, жүр. Аружан бірінші қадамды өзі жасады. Өкшесі кілемнің шетіне ілініп теңселіп кетті. Мен шынтағымды тостым. Қызым жеңіме жармасты. Арсен соңымыздан ерді. Аружан, сен әлі өкінесің. Ол тоқтап қалды. Мен артыма бұрылғаным жоқ. Егер бұрылсам, өзімді ұстай алмай қалуым мүмкін еді. Менің орныма Аяжан жауап берді. Өкініп те қойды, деді жұбайым. Біз қосалқы есікке қарай беттедік. Асаба шетке шегінді. Даяшы қыз Науаны кеудесіне қысып алды. Бауыржан Аружан сүрінбесін деп сымды көтеріп тұрды. Аяжан залда болмаса да, мен оның әмияндағы нөмірін есіме түсірдім. Қосалқы есіктің жанында Аружан тоқтап, жас жұбайлардың үстеліне қарады. Ол жерде лентамен байланған 2 бокал тұрды. Жоғарда отбасы деген алтын түсті жазуы бар гирлянда ілініп тұр еді. Арсен анасының жанында, үстел қасында қалды. Оң жақтағы дыбыс зорайтқыш үнсіз қалды. Мен есікті аштым. Қызметтік дәлізден суық ауа, дымқыл шүберекпен ас үйден шыққан 40 қабаттың иісі соқты. Ол жерде ешқандай той жоқ еді. Кек сұр қабырғалар, су салынған қораптар мен шығатын есікке баратын тар жол ғана бар болатын. Аружан табалдырықтан аттады. Аяжан оның соңынан ерді. Мен соңғы болып шығып, есікті тарс жаппай, ақырын жаптым. Есіктің артындағы залдың дыбысы бірден бәсеңдеді. Асаба тойды жалғастыруға тырысқан шығар. Ал біз дәлізде үшеуміз тұрдық. Ақ көйлек киген қызым, қолына сөмке ұстаған жұбайым, және той үстеліне отырып та үлгермеген қара костюмдегі мен. Аружан кенеттен менің жеңімді жіберді. Әке, енді не болатын білмеймін. Мен қалтамнан көліктің кілтін шығардым. Ашық қат саусағыма тиіп кетті. Бірақ оны суырмадым. Қазір сыртқа шығамыз, дедім мен. Сосын біртіндеп алға жылжымыз. Қайда? Аяжан қызына жақындап, оның бетіне түсіп тұрған фатасының шетін түседі. Үйге, деді жұбайым. Аружан көзін жұмып, бізге емес өзіне өзі бас изеді. Мен оларды қызметтік дәлізбен қараңғы шығатын есікке қарай бастап әкелдім. Есіктің артындағы музыка сол күйі қосылмады, немесе мен естімедім. Үйге қайту және айыптаулар. Көліктің есігі тарс жабылып, Аяжан рул қасында селкете қалды. Аружан артқы орындыққа отырды. Фатасын шешпеді. Тек көзін қолымен жауып, терезеге қарап отырды. Мен қасына отырдым. Кейін біз тұрақтан шыға бергенде, музыка қайта қосылды. Сол тұйық бастың дыбысы, жабық есіктер мен дымқыл асфальт арқылы, менің тістеніп ұстап отырған ашуымды қозғап, көлікке дейін жетті. Аяжан, үйге ме деп сұрады. Аружан маған қарай кілт бұрылды. Бір көзі таза, екіншісі макияждың астынан көгеріп көрініп тұрды. Сен мұны не үшін істедің? Нені? Деп сұрадым мен. Жұрттың көзінше ме? Сен мені жұрттың алдында алып кеттің бе? Енді бәрі мені көзі көгерген қалыңдық дейді. Әкесі қолынан ұстап сүйреп әкетті дейді. Түсінесің бе? Аяжан ақырын ғана. Аружан, қызым, қойшы, деді. Қызым фатасын жұлып алды. Шаш қыстырғышы шашын әлініп қанды. Аружан жұлқынды, бірақ жылаған жоқ. Фатаны арамызға тастай салды. Ақ матада далаптың ізі қалды. Сен мені масқара қылдың, әке. Бұл сөз маған ауыр тиді.
Арсенде емес, үстелдерден естілген күлкіде емес. Мен кінәлі болып шықтым. Мейрамхананың кіреберісінде біреу телефонын созып алып, біздің көлігімізді, нөмірімізді, жүзімізді түсіріп жатты. Ал мен қалтамдағы ескі ашық хаттың шетін сезіп, қолымды тартып алдым. Өйткені қазір оның уақыты емес еді. Бәлкім қайтып барармыз, деді Аружан. Мен бетімді жуып, көзілдірік тағып алайын. Өзінді нашар сезініп қалдым деп айта саламын. Сонымен бітеді. Аяжан орнынан қозғалған жоқ. Саған сабақ болуы керек деген адамға қайта бару, ол үзілді кесілді қарсы болды. Мен артық қысым жасағым келмеді, бірақ ол неге ашуланды қызым деп сұрадым. Көліктің ішінде қозғалтқыштың дыбысы ғана естіліп тұрды. Аружан терезеге қарады. Аяжан рульді ұстап отыр. Саусақтары аппақ болып кеткен. Әке, сен түсінбейсің, деді қызым. Ол жерде адамдар, залдың ақысы төленген. Оның анасы, олар да адам ғой, бәрін көріп қойды. Міне дәл солай. Енді олар ер шовалар цирк ұйымдастырды дейтін болады. Олар айта береді. Сен соған соншалықты сабырлысың ба? Жоқ. Мен артық ештеңе айтпадым. Қызым әлде сол жалған бейнені сақтағысы келіп тұрды. Көйлек, үстелдер, шаш үлгісі, сөздер. Біздің тойымыз. Осы бір апта бұрын бақыт болып көрінген ұсақ түйектер енді оны байлап тұрған жіптерге айналды. Өйткені ұят кейде жақын адамның даусымен, шыда, тек жұрт қарамаса болды деп сыбырлайды. Аяжан көлікті тұрақтан шығарды. Артқы айнадан сары кіреберіс, темекі шегіп тұрған еркектер мен есік алдындағы шарлар қалды. Бір қонақ бізді тоқтатқысы келгендей қолын көтерді. Жұбайым жылдамдықты бәсеңдеткенде жоқ. Бірінші бағдаршамда Аружанның телефоны шырылдады. Экран көйлектің қатпарлар арасында жарқырап тұрды. Арсен. Қызым есімге қарап, тұтқаны көтермеді. Қоңырау үзіліп қайта басталды. Кейін хабарламалар келе бастады. Маған берші, деді Аяжан. Жоқ, Аружан, көзіңді дәрігерге көрсету керек. Менің тойым, қызым, сенің көзің соқ қалған. Бұл сөз аянышсыз, өте қарапайым айтылды. Содан кейін бәрі айқындала түсті. Жүйкеде емес, ұрыста емес, соқ қалған. Аружан маған қарап, әкелік үлкен сөз күткен шығар, бірақ мен жарақат бөлмесіне барамыз дедім. Әке, алдымен дәрігер, кейін өзім шешесін. Нені шешемін? Сенікі болып табылатының бәрін. Аяжан көлікті емхананың ескі корпусына қарай бұрды. Жол базармен таңертең сөмкелерін ұстап, дашниктер тұратын аялдаманың жанымен өтті. Лентасы жоқ үйлену көлігімен біз өте оғаш көріндік. Өткелдегі әйел көйлекті, кейін көгерген ізді көріп, көзін тез тайдырып әкетті. Мен оны кінәленамадым. Өзге адамның қайғысын қайда қоярын адамдар көбіне білмей жатады. Жарақат бөлмесінде ылғалды плитка мен дәрі-дәрмектің иісі шығып тұрды. Тіркеуші әйел көйлекті көрсе де, ештеңе деместен журналды жақындатты. Тектеріңіз кім? Аружан үндемеді. Ершова деп жауап берді Аяжан. Аружан, не болды? Құлап қалдым, деді қызым. Мен оған кінәлағанда емес, жай ғана қарадым. Аружан жерге қарады. Дәрігерге кіргенде айтасыздар деп күңкілдеді тіркеуші. Дәрігер шаршаған жүзді, егде жастағы адам екен. Ол Аружанның отыруын өтініп, фонарикпен қарап көгерген жердің жанынан ақырын басты. Қызым селк ете қалды. Ауырды ма? Шыдауға болады. Шыдауға болады деген жауап емес. Ауырды ма? Ауырды. Дәрігер жазып алды. Аяжан есік алдында Аружанның сөмкесін ұстап тұрды. Мен қабырғаға сүйеніп тұрдым. Кабинет кішкентай еді. Егер мен жақын барсам, қызым одан сайын қысылатын еді. Басыңыз айналды ма? Құсқыңыз келді ме? Жоқ. Есімізден танған жоқсыз ба? Жоқ. Кім ұрды? Аружан бізге қарай кілт бұрылды. Дәрігер қағаздан басын көтерген жоқ. Мен сұрауға міндеттімін. Жауап бермеуімізге болады, бірақ ізді көріп тұрмын. Аяжан жақын келді. Дәрігер, өтініш, тіркеп қойыңызшы. Анашым, керек емес.
Керек, деді жұбайым. Кек алу үшін емес, шындық үшін. Аяжан сирек қатты сөйлейтін, бірақ айтса, бетінен қайтпайтын. Дәрігер анықтама толтырды. Ондағы сөздер өте суық еді. Көз айналасындағы жұмсақ тіндердің зақымдануы бақылауда болу ұсынылады. Қағаз айқайлаған жоқ. Ол тек фактіні тіркеді. Өздеріңіз шешесіздер, деді дәрігер. Қағазды Аружанға беріп жатып. Арызданасыздар ма жоқ па, бірақ анықтаманы сақтап қойыңыздар. Қызым қағазды екі саусағымен сызаты бар, нәзік тәрелкеде етіп ұстап тұрды. Егер мен мұны сақтасам, бәрі шындыққа айналады. Ол онсыз да шындық деп жауап берді Аяжан. Мен фотоны алып ұқыптап бүктедім. Қолға жұмыс табу керек еді. Әйтпесе олар басқа жаққа кетер еді. Желідегі жала дәлізде Аружанның телефоны тағы да дыбыс берді. Кейін Аяжандікі, сосын менікі шырылдады. Қызымыз экранға қарап отыр еді. Қарама, дедім мен. Кеш. Сырттан жасырын түсірілген бейне жазбада менің Аружанды қосалқы есікке қарай жетектеп бара жатқаным көрінеді. Көгерген із анық байқалмайды. Есесіне, менің қызымның шынтағынан қалай ұстап тұрғаным жақсы көрінеді. Астындағы жазу. Келіннің әкесі тойды бұзды. Келін жанжал шығарды. Аружанның өңі бозарып кетті. Мен қолымды создым. Қызым телефонын берді. Видео астындағы пікірлер. Шалдар шектен шөк кетті. Өзге отбасына араласпаңдар. Күйеу жігіт дұрыс сияқты, ал қайын атаның мінезі қиын екен. Біреу күліп тұрған смайлік қойыпты. Бірнеше адам не болғанын сұраған. Бірақ олардың сұрақтары басқалардың сенімді сөздерінің астында қалып қойған. Мұны кім жүктеді деп сұрады Аяжан. Арсеннің үстелдері жақтан түсірілген, дедім мен. Нақты айту қиын еді, бірақ кадрдан Бауыржанның кең пиджагы көрініп қалды. Оның өзі түсірмесе де қасында тұрған еді. Мен саған айттым ғой, деді Аружан. Енді бәрі қарайтын болады. Маған ақ босағаға қайта барып, әр үстелдің жанынан өту ойы келді. Төбелесу үшін емес, өйткені төбелес Арсенге үлкен сыйлық болар еді. Мен тек сұрағым келді. Сіздер көгерген ізді көрдіңіздер, сөзді естідіңіздер, өздеріңіз неге күлгендеріңізді түсіндіңіздер ме? Бірақ тек бір анықтамамен және әлі сөйлесуге батылы бармай отырған қызымызбен біздің айғайымыз өзімізге қарсы жұмыс істер еді. Біз үйге қайттық. Аружан алдыңғы орындыққа, Аяжанның қасына отырды. Анықтаманы жұбайым сөмкесіне салды, ал мен артта отырдым. Фото тіземде жатты. Сол уақытта ақ босағада Арсен 1 минутта бос отырмаған еді. Кейін маған бәрін бөліп айтып берді. Бір бөлігін видеолардан көрдім. Бірақ басты нәрсе бірден белгілі болды. Ол көрермендері бар жерде қалды. Ол асабаның микрофонын алды. Музыка қайта қосылды, бірақ бәсендетілді. Құрметті қонақтар, кішкене отбасылық түсініспеушілік болды, деді Арсен. Аружан уайымдап кетті. Таңертең ауыр болды. Әкесі үлкен адам, тез ашуланады. Қазір бәрі сабырға келеді. Біз мәселені шешеміз. Ол боялған бөлшек туралы білетін, бірақ тап-таза салон туралы айтып тұрған сатушы сияқты мүдірмей сөйледі. Ал көгерген із қайдан шықты деп сұрады. Алыс бұрыштағы үстелде отырған қонақ әйел. Видео сәл дірілдеп кетті. Арсен жымиды. Қыздар таңертең дайындалып жатқанда неше түрлі болады ғой. Құлап қалып соғып алды. Одан спектакль жасап жіберді. Біреулер күліп жіберді. Бүкіл зал емес, бұл маңызды. Ол жердегілердің бәрі жаман адамдар емес еді. Бірақ бірнеше күлкі қалғандардың үнсіз қалуына жеткілікті болды. Кейін Арсеннің анасы микрофонды алды. Мен ана ретінде айтайын. Отбасында еркек тәртіп ұстау керек. Егер қыз бала той алдында еркелей бастаса, үлкендер оны сабырға шақыру керек. Көшеде сүйретпей. Қыз бала деген сөз кейін Аружанға балағат сөзден де қатты тиді. Ол кішкентай қыз емес еді. Жұмыс істейтін, курстардың гауырын ақысын төлейтін, өз аяғында тік тұрған адам болатын. Бірақ анасына оны ерке қылық көрсеткен тиімдеді. Ерке адаммен есептеспеуге болады. Арсен үстелдерді аралап қол алысып, біреулерге сусын құйып жүрді. Анасының алдында тіпті тік тұрып, залды өзіне қайтарып алды. Той жалғаса бере ме деп сұрады асаба.
Әрине, деп жауап берді Арсен. Қалыңдық түсінген кезде қайтып келеді. Жалған мен шындық арасындағы арпалыс. Үйде мен пиджагымды орындықтың арқалығына іліп қойдым. Қалтамдағы ашыққа тағашқа ақырын тиді. Мен оны шығармадым. Аяжан Аружанды ваннаға алып барып, шаш қыстырғыштарын алуға көмектесті. Судың сылдыры. Кейін жұбайының дауысы естілді. Көзімді уқалама ақырын. Мен ас үйде тұрып телефонға қарадым. Аудандық чат біз дем алып үлгергеннен де тез жұмыс істеп жатты. Ол жерде екінші видео пайда болыпты. Арсен микрофонмен түсініспеушілік туралы айтып жатыр. Астындағы жазу. Күйеу жігіт бәрін түсіндірді. Келін ашуланып қалды. Әке салып кетті. Үшінші болып анасының отбасындағы тәртіп туралы айтқан сөзі кетті. Және бұл олар үшін өте тиімді кесіндеді. Көгерген ізді жақыннан көрсетпей, Арсеннің алғашқы сөзінсіз, менің Аружанға үстел қасында қойған сұрағымсыз. Тек менің желкем, ақ көйлек және өзгенің түсіндірмесі. Сол сәтте мен залдан кеткеннен кейін бұл күрестің аяқталмағанын түсіндім. Ол телефондарға ауысты. Аяжан қолына анықтаманы ұстап шығып, оны комодтың төлқұжаттармен түбіртектер жататын жоғарғы тарпасына салды. Кейін ас үйге қайтып келді. Чатты көріп тұрсың ба? Көріп тұрмын. Жауап берме. Бермеймін. Бауыржан бермеймін деді ғой. Жұбайым мені жақсы білетін. Мен ұзақ уақыт үнсіз қала алатынмын. Бүкіл кеш бойы артық сөз айтпауым мүмкін еді. Бірақ егер тетікті жона бастасам, оны соңына дейін жеткізетімін. Ал чаттағы айтыс, бұл темір үгінділерін жалаң қолмен жинағанмен тең. Тек қолынды кесіп аласын. Аружан Аяжанның халатын киіп шықты. Көйлегі ваннадағы кір жуғыш машинаның үстінде қалды. Өкшесіз қызымыз аласа жас көрінді. Бетін жуғаннан кейін көгерген із одан сайын қарайып айқындала түсті. Маған олай қарамаңызшы, деді ол. Кішкентай қыз сияқты. Отыр. Менің тамақ ішкім келмейді. Мен жай ғана отырамын. Ол отырды. Телефонын қолында ұстап тұрды. Саусағы ауырған тісті шұқығандай экранға өзі барып тұрды. Таңға дейін өшіріп тасташы, деп өтінді Аяжан. Алмаймын. Неге? Өйткені олар ол жерде мен туралы жазып жатыр. Олар сені танымайды ғой. Аружан ащы жымиды. Есесіне, енді бәрі таниды. Аружан телефонын үстелге теріс қаратып қойды. Қолын бала кезіндегідей астына тығып алды. Біздің алдымызда жылап жіберуден қорыққанда осылай істейтін. Мен бәрі жақсы деп жазамын, деді қызым. Шаршағанымды, әкемнің қызып кеткенін, өзіміз шешіп алатынымызды айтамын. Бұл шындық па, деп сұрадым мен. Аружан үндемеді. Бұл оларды тоқтатады. Жоқ. Бүгін шаршадым деп жазсан, ертең құлап қалдым дейсің. Кейін залға қайта барасың, сосын ақшаны бересің. Содан кейін үнсіз қалу әдетке айналады. Қызым маған ашулана қарады. Мен тіпті қуанып кеттім. Бұл ашу тірі, бағынбайтын ашу еді. Сен ақша туралы ештеңе білмейсің. Мен оны сөзінен ұстағым келмеді. Жіптің ұшы көрінді, бірақ тартуға әлі ертеді. Шаман келгенде айтып берерсің. Сол сағатта мен ешқайда барған жоқпын. Арсеннің өзі келді. Түнге қарай терезенің астына көлігі қатты дыбыспен келіп тоқтады. Мен ол ақ шетелдік көлікті фараларынан таныдым. Мұндай фаралар біздің ескі ауламыздың қараңғылығын тіліп жібереді. Аяжан бөлмеден шықты. Кім? Арсен. Аружанды оятпа. Аружан ұйықтаған жоқ еді. Оның бөлмесінде жарық жанып тұрды. Бірақ қызымыз сыртқа шыққан жоқ. Онысы дұрыс болды. Есіктің қоңырауы қатарынан 2 рет соғылды. Қонақ сияқты емес, есіктің кеш ашылғанына ашуланған үй иесі сияқты соқты. Кім бұл? Деп сұрадым мен. Бауыржан аға, ашыңызшы, сөйлесетін сөз бар. Арсен бұрын маған әкелік атында атап сөйлемейтін. Жұрт көзінше Бауыржан әке деп жағымпазданатын. Қазір салмақты көріну үшін атымды атап тұр. Мен есікті шынжырмен ғана аштым. Арсен пиджаксыз тұр еді. Галстугы босатылған, жүзі сабырлы. Тек ернінің жанындағы тамыры бүлкілдеп тұрды. Артында бір баспалдақ төменде Бауыржан телефонын шұқылап тұр еді. Жалғыз өзің кір, дедім мен. Арсен мысқылдады. Біз төбелесуге келген жоқпыз ғой.
Онда неге інінді куәгер қылып алып келдің? Әлде енді спектакльдерді ұнататын болдың ба? Бауыржан көзін көтеріп, бірден тайдырып әкетті. Мен шынжырды шешіп, дәлізге шықтым да, есікті артынан жауып алдым. Пәтерде Аружан бар еді. Мейрамханадан кейінгі табалдырық шекараға айналды. Осындай Аружан үйде. Менімен сөйлес. Маған жарыммен сөйлесу керек. Сенің жарым жоқ. Арсен көзін жыпылықтатты. Жымиысы солғындап кетті. Сіздер тойды бұздыңыздар, деді ол. Зал төленген, тамақ, асаба, видео, шығындар бар, келісімдер бар, аударымдар бар. Егер Аружан өзін жәбірленуші қылып көрсеткісі келсе, менің де көрсететін нәрсем бар. Есіктің артында еден сықырлады. Аружан тыңдап тұр еді. Арсен мұны естіп, қаттырақ сөйлей бастады. Мен қалыпты отбасы болғым келді. Оның өз бояуларымен жүгірмей, ақшасын карталарда жасырмағанын қаладым. Отбасы дегеніміз тәртіп. Тәртіп жұдырықпен бе? Ол айқай шығарды. Сонда сен оны ұрдың ба? Бастамаңыздар, дедім мен. Дауысым бәсеңдеді. Маскасы бір секундқа сынып кетті. Мен оның жүзінен өкінішті емес, қолынан билік кетіп бара жатқан адамның зымиян қорқынышын көрдім. Ал анасы одан жеңіс күтіп отыр еді. Кейін Арсен тағы да жымиды. Аружан шығады. Біз менің үйіме барамыз. Ертең чатқа бәрін реттедік деп жазамыз. Сосын асықпай шығындарды есептейміз. Сонда сіздің отбасыңыз ақшадан ұтылмайды. Аяжан есікті ашып қасыма тұрды. Біздің қызымыз түнде ешқайда бармайды. Бауыржан күңкілдеді. Арсен, кетейікші. Үнімді өшір. Бір ғана сөз. Ал інісі кішірейіп кеткендей болды. Мен мұны есте сақтап қалдым. Арсен маған жақындады. Егер Аружан қайтпаса, мен бәрін болған күйінде көрсетемін. Ол тойды бұзды. Сыйлық ақшасын алып кетті. Менің анамды жұрт алдында ұятқа қалдырды. Кейін клиенттеріне неге оны салонда талқылап жатқанын өзі түсіндірсін. Қандай сыйлық ақшасы, деп сұрадым мен. Арсен артық айтып қойғанын түсінді. Бірақ артқа шегінген жоқ. Бір бөлігі алдын ала аударылған. Сіздер мүлдем бейхабарсыздар ма? Музыканы өшіре аласыздар. Ал қызыңыздың қарызға қалай батқанын білмейсіздер ме? Есіктің артынан Аружан. Жетер, деді. Ол дәлізге халатпен, шашы дымқыл, көзі көгерген күйі шықты. Көйлексіз қызымыз жай ғана біздің қызымыз еді. Өте қатты шаршаған. Аружан, жүр кетейік, деді Арсен жүзін жұмсартып. Мен анамды әрең сабырға түсірдім. Мен осында сөйлеймін. Мен оның Аружанға жақындауына жол бермей, араларына тұрдым. Дәлізде тұр. Ол менің қалымдығым, бүйім емес. Арсен саусағымен Аружанды көрсетті. Мына кісіге айтшы, таңертең кім бірінші бастаған? Ақшаны бермеймін деп талай айқайлағанды айтшы. Аружан көйлектің жағасынан ұстап алды. Сөз шықпады. Мен одан әрі сұрамадым. Баспалдақта да, Арсеннің немесе Бауыржанның алдында да емес. Бірақ ең қажетті сөз айтылды. Ақша. Кетімдер, дедім мен. Қарыз деген көгерген із емес, Бауыржан аға. Көгерген із кетеді, қарыз қалады. Кетіңіздер, деді Аяжан. Бауыржан маған көзін көтерді. Онда өкініш емес, өзі үшін қорқыныш бар еді. Ол бірдеңе айтқысы келді. Бірақ Арсен оны жеңінен тартып әкетті. Олар кетіп қалды. Түн ортасындағы шындық. Біз ас үйге қайтып келдік. Аружан сол орындыққа отырды. Аяжан есікті барнық құлыпқа жауып тастады. Ол шынымен сыйлық ақшасын алғысы келді ме, деп сұрадым мен. Әке, қазір емесші. Жақсы. Тоқтау қиын еді. Бірақ егер мен қысым жасасам, қызым тағы да ұяттың артына тығылып, таңертең шындықтың орнына жаңа үнсіздік алатын едік. Аяжанның телефоны дыбыс берді. Жаңа видеода Арсен қонақтарға жымиып. Біз ертең бәрін шешеміз. Ол тек шаршады. Видео астына. Нағыз еркек өзін ұстап тұр, ал қайын атасы масқара қылды, деп жазыпты. Мен телефонымның дыбысын өшіріп тастадым. Бүгін ешкім ештеңе жазбайды. Анықтама анаңда. Сен үйдесің, қалғаны ертең. Бірақ бұл әлі
шындық орнаған түн емес еді. Бұл біздің тек есікті жауып алған түніміз болатын. Аяжан шәйнекті қойып жатқанда, ал Аружан кіші бөлмеде бір нүктеге қарап отырғанда. Аяжан қоңырау шалды. Мен Аяжанның есімін көріп, тұтқаны бірден көтермедім. Бауыржан аға, бұл Аяжан ғой, деді ол. Мен сюжет үшін емес, адамгершілікпен хабарласып тұрмын. Чатта қазір сондай нәрселер жазылып жатыр. Ертең Аружанның өзі кінәлі болып қалады. Мен дәлізге шығып, есікті иығыммен жауып алдым. Қызымды жаңалық қылмаңыздаршы, дедім мен. Ол онсыз да жұрттың алдында қалды. Мен түсінем, деп жауап берді Аяжан. Сондықтан да жалпы чатқа емес, сізге хабарласып тұрмын. Ол жерде қазір 2 видео жүр. Біріншісінде сіз Аружанды қосалқы есіктен алып шығып бара жатырсыз. Жазуы: әкесі тойды қырсыққаннан бұзғандай. Екіншісінде анасы келіннің өзі жанжал шығарғанын айтады. Мен тұтқаны қатты қыстым. Дәлізде дымқыл туфлилермен Аяжанның Аружанның самайына жағып жатқан дәрісінің иісі шығып тұрды. Аяжан, сіз кеше мені білдек қасында түсірдіңіз ғой. Міне сонда түсіре беріңіз. Қарт жонушы, темірлер, кескіш. Ал бұл жерде тірі адам тұр. Тірі адамды қазір қорлап жатыр, деді Аяжан. Мен кеше Арсеннің Аружанды көлік қасында қалай ұстап тұрғанын көрдім. Өте қатты қысты. Сол кезде үндемей қалдым. Бүгін үнсіз қалғым келмейді. Қаласаңыз, мен Аружанның жүзін көрсетпей-ақ, егжей-тегжейсіз бұл өтірікті тоқтата аламын ба? Мен бөлменің есігіне қарадым. Онда Аружан өте тыныш отыр еді. Жоқ, дедім мен. Әзірге жоқ. Алдымен қызым өзі шешуі керек. Аяжан сәл үнсіз қалды. Оның жанында перне тақтаның немесе қаламның дауысы шықты. Онда келген хабарламалардың бәрін сақтап қойыңыздар, деді Аяжан. Ашумен жауап бермеңіздер. Егер мейрамханадан Бауыржан хабарласса, оны қорқытпаңыздар. Қандай Бауыржан? Микрофонды қойған оператор. Ол маған 2 ауыз сөз жазып, жоқ болып кетті. Жазба бар деп еді, кейін хабарламаны өшіріп тастапты. Мен бойымды тіктедім. Жазба біреудің айтуымен емес, адамның флешкасында жатыр еді, ал ол адам қорқып тұрды. Аяжан, дедім мен, оған қысым жасамаңыз. Қысым жасап жатқан жоқпын. Тек өтіріктің шындықтан тез тарап бара жатқанын түсіндіріп жатырмын. Мен байланысты үздім. Аяжан жақындап, қолын сүлгіге сүртті. Не болыпты? Аяжан көмектескісі келеді. Чатта бізді жамандап жатыр еді. Аяжан таңғалған жоқ. Өз телефонын алып, экранды өзіне қаратты. Аружан көріп қойыпты, деді Аяжан. Оған Арсеннің анасы жіберіпті. Өз емес, бір туысы арқылы. Кеш болмай тұрғанда ойлан деген жазумен жіберіпті. Мен балағаттағым келді. Бірақ бөлмеде диван сықырлады. Аружан Аяжанның қалатымен өзі шықты. Көгерген із кешке қарай одан сайын айқындала түсіпті. Оны енді қарапайым сөздермен жасыру мүмкін емес еді. Әке, ешкімнен көмек сұраудың қажеті жоқ, деді Аружан. Аяжан дұрыс айтады, бірақ керек емес. Олар бұрынғыдан да бетер бастайды. Олар кімдер? Аружан орындықтың шетіне отырды. Аяжан шай бергісі келді, бірақ қызымыз басын шайқады. Арсен, оның анасы, ол жерде қалғандардың бәрі мені жынды қылып көрсетеді. Қазірдің өзінде айтып жатыр. Мен оған қарсы отырдым. Сұрақпен қыспау үшін тым жақын бармадым. Қолымды тіземе қойдым. Зауытта детальдің суығанын күткендей күттім. Өйткені ерте ұстасаң, тек күйік қаласын. Қызым, дедім мен. Таңертең не болды? Аружан жерге қарады. Саусағында әлде жұқа, кішкентай тасы бар неке жүзігі тұр еді. Ол оны терісі қызарғанша айналдырып отырды. Мен құлаған жоқпын, деді Аружан. Аяжан қасына ақырын отырды. Орындық сықырлап кетті. Мен сөзін бөлмедім. Егер адам бірінші сөзін айта бастаса, өз сөзімен араласуға болмайды. Біз таңертең салонға бардық. Маған косметика мен тарақты алу керек болды. Арсен ашулы еді. Мені тойдың сыйлық ақшасын алдын ала аудармағаным үшін кінәлады. Мен: қандай сыйлық ақшасы?
той әлі басталған жоқ қой дедім. Ол туыстардың бір бөлігін аударып қойғанын және оны бірден ортақ шотқа салу керектігін айтты. Мен кімнің шотына деп сұрадым. Ол өз шотына деді. Өйткені ол еркек және ол жауап береді. Аружан қысқа ғана ащы күліп жіберді. Күлкілі емес, өз-өзінен ұялғаннан басталған күлкі еді. Мен ол кезде ақшашын айтысқан жоқпын. Мен тойдан кейін реттейміз дедім. Ал ол үйленгеннен кейін менің бұлай еркелемейтінімді, егер біз отбасы болсақ, менің пәтерімде бөлек тұрмау керектігін айтты. Әке, мен сол кезде-ақ түсіндім. Бірден емес, бірақ түсіндім. Аяжанның қолы дірілдеп кетті. Жұбайым қызына қол тигізгісі келді, бірақ тоқтады. Сосын ол ұрды ма деп сұрадым мен. Аружан басын изеді. Жай ғана басын төмен түсіріп қайта көтерді. Салонның кіреберісінде алдымен қолымнан ұстады. Мен босанып кеттім. Ол егер қалыңдық тиын санат тұрса, жұрт алдында масқара болатынын айтты. Кейін жұдырықпен емес, алақанмен ұрды. Бірақ мен есіктің жақтауына да соғылып қалдым. Визажистке сүрініп кеттім дедім. Менің тісім қатты қысылды. Барып сабау оңай еді. 2 қарт жұдырық, 1 жас оңбаған. Кейін полиция, аурухана, айқай-шу. Ал Аружан тағы да бәрінің алдында кінәлі болып қалады. Неге залға кірдің? Деп сұрады Аяжан. Аружан көгерген жерін саусағымен сипап, қолын тез тартып алды. Өйткені ол жерде бәрі отырды. Көйлек салонда ілулі тұрды. Торт та келді. Сәуле тәте ауылдан келді. Өйткені мен ақымақпын анашым. Егер қазір бәрін тоқтатсам, бәрі сұрайтын болады деп ойладым. Ал егер қалайда шықсам кейін... Ол сөзін аяқтай алмады. Мен тек 1 күнді өткізгім келді. Сені ұрған адаммен 1 күнді ме? Дедім мен. Ол маған қарады. Мен білем деген көзқарас еді. Бұл маған кез келген айқайдан да қатты әсер етті. Оған түсіндірудің қажеті жоқ еді. Ол өзін бүкіл қала жазалағаннан да бетер жазалап қойған болатын. Аяжанның телефоны үстел үстінде шырылдап жатты. Тағы да чат. Ашпа деді Аружан тез. Бірақ кеш еді. Экранда аудио жазбамен бірнеше жол тұрды. Аяжан дыбысты қоспай, тек көзімен оқып шықты. Жұбайымның жүзі қатайып кетті. Мен Аяжанның мұндай жүзін сирек көретінмін. Не болыпты? Аяжан телефонын бұрды. Аудандық чатта Арсеннің туысы Зоя Петровна деген әйел пайда болыпты. Ол өз құлағымен естігенін жазыпты. Аружан визажисте құлақ қалыпты. Ал әкесі ақшашын тойды бұзу мақсатында осы көгергенізді пайдаланыпты. Кейін тағы бір сөйлем. Арсен қатал, бірақ тәрбиелі жігіт. Ал қалыңдық ай бойы еркеледі. Қандай Зоя? Деп сұрадым мен. Аружан жерге қарады. Анасының әпкесі залда болған, ас үйде жүрді, қораптарға көмектесіп жүрген. Мен Аяжанға өзім қоңырау шалдым. Батырманы бірден баса алмадым. Саусағым ауырлап кеткенде еді. Аяжан, сізде бұл чат бар ма? Көріп тұрмын деді Аяжан. Зоя бастады. Мен олардың біреуін шығаратынын білгенмін. Ол өтірік айтып тұр. Білемін. Бауыржан тағы да жазды. Зоя сол уақытта мейрамхананың ас үйінде болғанын айтады. Ол оны қызметтік есіктің қасында және аспаздардың қасында көрген. Бірақ сөйлеуге қорқады. Неден қорқады? Аяжан күрсінді. Арсен оған қоңырау шалыпты. Кейін менеджерде хабарласыпты. Егер 1 минуттық жазба сыртқа шықса, Бауыржанды кінәлі қыламыз депті. Жеке тойдың құпиясын бұзды деп. Бауыржан батыр емес, Бауыржан аға. Әйелі декретте, бөлмеге алған несиесі бар. Бермей-ақ қойсын дедім мен. Аяжан таңғалды. Бермей-ақ қойсын. Кімге беретін түсінгенше, және Аружан айтқанша. Бізге өзгенің қорқынысын бұзуға болмайды. Аяжан үндемей қалды. Сіз дұрыс ашуланып тұрсыз, бірақ баяу әрекет етесіз. Мен өмір бойы баяу жонып келдім. Кез жасағаннан тек сапасыз өнім шығады. Аяжан ақырын жымиып, байланыста болатынын айтты. Мен тұтқаны қойып, Аружанның маған қарап тұрғанын көрдім.
Сен оларға қалай жауап беруді ойлап отырсың ба? Деді қызым. Сені бұл жауаппен құртып алмауды ойлап отырмын. Ол терезеге бұрылды. Терезенің артында аула қарайып тұрды. Фонардың астында шалшық су жылтырады. Той күні лас кешпен аяқталды. Онда музыканың орнына телефондарымыз дыбыстап тұрды. Кейін сенің аудио жазбасы келді. Сен Аяжанның сіңлісінің ұлы еді. Мектеп оқушысы болатын. Аружан оның шашын 1 қыркүйек алдында қиғанды жақсы көретін. Қарапайым күнде бұл отбасылық ұсақ түйек болар еді. Сол кеште бұл хабарлама өзге өтіріктерден де қатты тиді. Аружан хабарламаны өзі қосты. Мүмкін қолдау күткен шығар. Аружан тәте, деді сен телефоннан. Ас үйдегілердің бәрі қозғалмай қалды. Анам маған араласпа деді. Бірақ мен сұрайыншы, сен шынымен бәрін бүлдірдің бе? Ол жерде Арсен аға жақсы, ал Бауыржан ата сені алып кетті деп жатыр. Сен олай емессің ғой, иә? Хабарлама бітті. Аружан көгергенізден емес, баланың зұлымдықпен емес, өзге сөзге сеніп сұрағаннан бозарып кетті. Мен мұны түсініспеушілік деп жазамын, деді Аружан. Қойсыншы бәрін, мен уайымдап кеттім деймін. Аружан, сонда сен не деп ойлайды, деп сұрадым мен. Соққы туралы сұраған ба, әлде бәрінім сұраған ба? Маған өзімді кінәлі қыла салған оңайырақ. Аяжан кілт тұрды, шынаяқ сыңғырлап кетті. Аружан қызым, керек емес. Мен шаршадым. Мен күні бойы көрмеде тұрғандаймын. Бәрі қарайды. Бәрі менің қандай екенімді шешеді. Көгерген менікі, ал сөйлейтін бәрі. Мен орнынан тұрып жатын бөлмеге бардым. Құжаттар ішінде, анықтама ішінде емес. Мен шкафты аштым. Пиджағымды алдым. Ішінде әлгі ашық хат бар еді. Бұрышы мүжілген ескі ашық хат. Артында баланың жазуы бар. Мен ас үйге қайтып келіп, ашық хатты қызымның алдына қойдым. Салтанатсыз, жай ғана қант сауытының қасына қоя салдым. Есінде ме? Аружан ашық хатты 2 саусағымен алып, артын сипап көрді. Әріптері қисық, балалық еді. Сен мұны сақтап жүрсің бе? Бүгін қалтамда ұстадым. Бақыт әкеледі деп ойладым. Ол басын төмен түсірді. Өғы дірілдей бастады, бірақ дыбыс шыққан жоқ. Аяжан қасына келіп тұрды. Күштеп құшақтаған жоқ. Сен мені сол кезде үйге шақырғансың, дедім мен. Енді мен сен шақырамын. Жұртқа емес, үйге. Ал қалған өзің шешесін. Аружан ашық хатты уысына қысты. Жүзігі қағаздың шетіне тиді. Бұдан арғы әңгіме Арсен туралы емес, өзіміз туралы болды. Әке, егер мен шындықты айтсам, сен оны ұрасың ба, деп сұрады Аружан. Жоқ, қазір емес, кейін көргенде. Жоқ, сен оны жек көресің ғой. Мен қарсы отырдым. Ас үй бұл сөздерден тар болып кеткендей еді. Жек көрем, дедім мен. Бірақ қолымды тигізбеймін. Аружан тіке қарады. Көгерген жері тартылып тұрды. Бірақ көз қарасы таңертеңгідей емес еді. Онда адамның үстелдің шетіне ұстанып тұрып, бәрібір көтерілетін ауыр жұмысы көрінді. Сөзбен де жазаламайсың ба? Менің қандай байғұс екенімді бәріне айтпайсың ба? Жұрт аясын деп айтпаймын. Аяжан да бұлай істемейді. Егер бірдеңе болса, тек фактілер ғана болады. Және мен тыңдағаннан кейін ғана. Мен кек алғым келмейді. Мен мені кінәлі қылуды тоқтатқанын қалаймын. Ол оғаш айтты, мүдіріп бар түзеді. Мені жалғыз қалдырғанын емес, кінәлі қылуды тоқтатқанын қалаймын. Мен түсіндім. Онда мен ешқандай түсініспеушілік деп жазбаймын. Аяжан жеңілдеп дем алып, бетім қолмен басып отырды. Мен бассыз едім. Бұл жерде ешқандай жеңіс жоқ еді. Бауыржанның келуі және жаңа деректер. Телефон тағы да шырылдады. Бейтаныс нөмір еді. Мен тұтқаны көтердім. Бауыржан аға, деді. Ер адамның дауысы. Бұл Бауыржан ғой, Арсеннің інісі. Аружан басын көтерді. Аяжан бірден қасыма келді. Тыңдап тұрмын. Телефонмен емес, кездесіп сөйлесу керек. Не туралы? Ақша туралы. Және Арсеннің қазір не істеп жатқан туралы. Бауыржанның дауысы батырға ұқсамайтын. Саусағы есікке қысылып қалып, қай жерден ашарын білмей тұрған адам сияқты сөйледі.
Ертең келіңіз дедім мен. Ертең кеш болады. Ол қазірдің өзінде шығындардың бір бөлігін маған және Аружанға ілгел жатыр. Сыйлықтарды қайтармау үшін және залдың ақысын төлемеу үшін бәрін сіздер ойлап таптыңыздар дейді. Мен қызыма қарадым. Аружан ашық атты алақанмен ақырын жапты. Үйге келмеңіз дедім мен. Менің шеберханам бар, орнын білесіз бе? Білемін, жарты сағатта барамын. Мен тұтқаны қойғанда Аяжан жеңімнен ұстап алды. Жалғыз бармайсың. Аяжан, ол жерде Арсен емес, Бауыржан ғой. Сондықтан жалғыз бармайсың. Бүгін онсыз да қорқынышты нәрсе көп болды. Ақыры Аяжан Аружанның қасында қалды. Ал мен өзім кеттім. Бірақ телефонымды қосулы ұстадым. Жұбайым бәрін қалтамнан естіп тұрды. Түнде шеберханада май мен дымқыл тақтайдың иісі шығып тұрды. Мен білдектің үстіндегі бір лампаны қостым. Білдек брезентпен жабылып тұрды. Мұндай тыныштықта көшеден келген әрбір қадам алдын ала естілетін еді. Бауыржан көліксіз келді. Курткасының алды ашық, шашы майда, жаңбырдан су болып кеткен. Ол қақпаға қарап алып содан кейін ғана кірді. Тез айт дедім мен. Менің қызым үйде. Бауыржан телефонын шығарды, бірақ бірден бере қоймады. Саусақтары ұяттан емес, қорқыныстан дірілдеп тұрды. Мен Аружанға қарсы болған жоқпын деп бастады Бауыржан. Маған бұл керек емес. Күте тұрыңызшы. Арсен мені араластырды. Солай ыңғайлы болады деді. Залдың ақысының бір бөлігі Аружанның картасы арқылы, бір бөлігі менің картам арқылы өтті. Ал қазір ол мені жетіспеушілік жасап, қолма-қол ақша алды дейді. Түсінесіз бе? Мен тек өзіңді құтқарып жатқаныңды естіп тұрмын. Бауыржан ащы жымиды, бірақ көзін тайдырып әкетті. Сіз бір кеште мені әулие болып кетеді деп ойладыңыз ба? Жоқ. Мен өзімді құтқарып жатырмын. Бірақ ол сіздің қызыңызды да батырады. Оның дайындап қойғаны бар. Аружан тойдан бас тартты, шығындарды бұзды, сыйлық ақшасын өзіне қалдырғысы келді. Ол хаттарды ашты. Мен телефонды қолыма алмадым. Хабарламалар Арсеннен келген екен. Нақты сомасыз-ақ түсінікті болды. Аружанның картасымен өткіз, кейін рәсімдейміз. Қайтару ретінде сыйлықтарды аламын, залды жабамын. Төменде қатал жазылған екен. Егер миды ашытса, өзі сұрат дейсің. Сөзіп жіберуші болма, сені кінәлі қыламын. Скриншоттар бар ма деп сұрадым мен. Бар, банктың хабарламалар да бар. Мен Аяжанға бер алам, сізге бергім келмейді. Сіз қазір барып оның басын жұлып аласыз. Бас жұлмаймын. Бәрі солай дейді. Мен Бауыржанға қарадым, әлі жас, бірақ жүзі өзгенің схемаларынан шаршаған. Ол Аружанды аяп тұрған жоқ еді. Тек аяғының астындағы жол өртеніп жатқан болатын. Неге бұрын үндемедің деп сұрадым мен. Өйткені ол менің бауырым. Ал қазір бауырым мені ұрғылғысы келеді. Шынайы жауап. Лас, бірақ шынайы. Мен Аяжанға телефон соқтым. Ол бірден көтерді. Бауыржан менің шеберханамда тұр дедім мен. Хаттар мен банктың хабарламалары бар. Ол сізге береді. Бірақ Аружан келіспейінше жарияламайсыз. Түсіндім деді Аяжан. Қазір барамын. Бауыржан басын шайқады. Жоқ, мұнда емес. Досының көлігі бұрышта тұр. Мен өзім оған барам деді. Ол дауыстап. Және менің жүзім әзірге еш жерде көрінбейді. Жүзіңіз көрінбейді деп жауап берді Аяжан. Маған бұл өтірік емес екенін дәлелдейтін дерек көздер мен түсіндірмелер керек. Кек карта нөмірлерінсіз деді Бауыржан. Және сомасыз. Мен тіпті жымиып жібердім. Қорқыныш өз қалталарына жеткенде бәрі ұқыпты бола қалды. Қоңыраудан кейін Бауыржан Аяжанға файлдардың бір бөлігін менің көзімше жіберді. Мен жіберудің кішкентай белгілерін көрдім. Кейін Бауыржан аппаратын қалтасына салып, есікке қарай адымдады. Бауыржан аға деді ол ақырын ғана. Арсен бүгін Бауыржанға қоңырау шалып, жазбаны монтаждаймыз деп айқайлады. Кейін егер Бауыржан ақылды болса, карта жоғалады деді. Оператордың не істейтінін білмеймін. Қайдан білесің? Арсен менің көзімше қоңырау шалып, егер мен үндемесем, мен жиһазбын ба деді. Бауыржан қалай тез келсе, солай тез кетіп қалды. Мен білдектім жанында тұрып, брезентін ашып қайта жаптым.
Жай ғана қолыммен шетін тексердім. Үйреншікті қимыл. Аяжан мені есік алдында қарсы алды. Телефоны қолын деді. Естідім, Аружан ұйықтаған жоқ. Аружан диванда ашық атпен отыр еді. Жылаған жоқ. Алдында телефоны теріс қарап жатты. Бауыржан шынымен берді ме? Деп сұрады қызым. Аяжанға жіберді. Мақсаты жаман болса да, дерегі нағыз сияқты. Аяжан тексереді. Мен сенің мұны көргенін қаламаймын. Сен онсыз да өтірікті көріп отыр, деді Аяжан. Шындық болғаны үшін емес, ауыр болғаны үшін қиын. Аружан анасына қарады. Сол кезде Аяжан ең басты нәрсені айтты. Қатты емес, әдемі емес, өзі-ақ күннен кейін ас үйде айтатындай айтты. Анашым, егер бұл сыртқа шықса, олар ақша туралы, карта туралы, менің ақымақ екенім туралы айтады ғой. Кейбіреулер айтады, деп жауап берді Аяжан, ал кейбіреулер үнсіз қалады. Аяжанның телефоны түн ортасынан ауғанда шырылдады. Ол дауыс зорайтқышты қосты. Жанында Бауыржан бар еді. Оператордың дауысы көше шуылымен тұйық естілді. Бауыржан аға, деді Бауыржан. Мені мұнда не үшін араластырған білмеймін. Мен мерейтой, түлектер кешін түсірем. Мен тергеуші емеспін. Сізді ешкім тергеуші қылып жатқан жоқ. Ал Арсен мені алаяқ қылғысы келеді. Ол менеджерге менің дыбысты қалай болса солай қиып алалатынымды, егер жазба сыртқа шықса, менің оны сатқанымды айтыпты. Менің мейрамханамен келісім шартым бар. Аяжан араласты. Бауыржан, қолында не барын айтшы, таратпай-ақ қой. Бауыржан терең дем алды. Техникалық жолақ бар. Ол тойдың клипіне жазылған. Жалпы дыбыс лас. Музыка, зал, күлкі, ыдыс-аяқ. Бірақ асабаның жағасында микрофон болды. Және оның қасында Арсен сол сөзді айтты. Студиядағыдай емес әрине, бірақ сөздерді ажыратуға болады. Аружан менің қасымда отыр еді. Мен оның ашық қатты қалай қысқанын көрдім. Жыртқан жоқ, бірақ шеті бүктеліп қалды. Сіз оны сақтап қоясыз ба? Деп сұрады Аяжан. Мен көшірмесін сақтап қойдым, деді Бауыржан. Жеке картаға және ескі сыртқы дискіге. Арсен карта жоғалады, деді. Ал мен мұндай сөздерден кейін керісінше бәрін тексеремін. Бірақ жайдан-жай бере салмаймын. Кек Аружанның өзі рұқсат берсін. Және басында менің тегім аталмасын. Мен жұмыссыз қаламын. Мен оның даусынан қорқақтықты емес, қарапайым адамның шегін естідім. Кейде файлды өшірмеудің өзі жеткілікті. Бауыржан, деді Аружан кенеттен. Ол менен рұқсат сұраған жоқ, жанындағы телефонымды алды. Бұл мен, Аружан. Мен әзірге неге рұқсат беретінімді білмеймін, бірақ өшірмегеніңіз үшін рахмет. Арғы жақта тыныстық орнады. Кейін Бауыржан жауап берді. Мен сіздің тойыңызды әдемі түсірім керек еді, кешіріңіз. Сіз мені ұрған жоқсыз ғой, деді Аружан. Сізге кешірім сұраудың қажеті жоқ. Бұл сөйлемі өте бір қалыпты шықты. Қызымыз бозарып, көзі көгеріп, өзгенің халатында отырса да, тек тығылып қалатын адам сияқты сөйлеген жоқ. Аяжан таңертең Аружанға бәрін тыңдатып, көрсететінін айтты. Бауыржанның хаттарын, артық цифрсыз банктың хабарламаларын, Бауыржанның жазба туралы хабарламасын және Зояның өтірік скриншотын. Көпшілік үшін емес. Алдымен Аружанның өзі үшін. Ал кейінше, деп сұрады қызым. Кейін өзіміз шешесіз, деп жауап берді Аяжан. Мен дөрекіліксіз құрғақ жазаламын. Мүлдем жазбауыма да болады. Бірақ егер Арсен сізді мейрамханаға қайта шақырса, бұл татуласу емес. Бұл сізді тағы да жұрт алдында жерге қаратып отырғызу әрекеті болады. Аружан бірден жауап берген жоқ. Кейін ашық қатты тізесіне қойып, жүзігін ұзақ айналдырды. Сүйегіне дейін шешіп, сәл үнсіз қалып қайта тақты. Телефонның қасына тек ашық қатты ғана қалдырды. Мен ол жерге кешірім сұрауға бармаймын, деді ол. Егер барсам, тек шындықты айтуға барамын. Ал сен уәдеңді ұмытпа. Ұрмаймын, және мен үшін бәрін сөйлемейсің. Мен өзім шамам келгенше айтамын. Мен бассыз едім. Менде әлде мейрамхана, музыка, күлкілер, Арсеннің мысқылы тұр еді. Бірақ қызым әлсіздік сұраған жоқ. Ол өзінің жеке даусын қалдыруды сұрады. Ал бұл соққы жасағаннан да ауыр еді.
Таңға жуық біз мүлдем ұйықтаған жоқпыз. Аяжан жазды. Файлдар менде. Ештеңе жарияламаймын. Аружанды күтемін. Кейін Бауыржаннан жеке келді. Жазба сақталды. Шулы. Бірақ сөз бар. Мен мұны дауыстап оқыдым. Аружан бетін қолымен жапты. Демек, ол өзі туралы өзі айтты. Мен түзетпедім. Мағынасы дәл еді. Терезенің артында таң атып келе жатты. Қала әлі ұйықтап жатты. Бірақ чат емес шығар. Біздің үстелімізде жеңіс емес, ашық хат, хабарламалары бар телефон және менің қызыма берген уәдем жатты. Қолымды тигізбеймін. Сөзбен артық ештеңе қоспаймын. Ал шындықты, егер Аружан шешсе, біз өшіруге жол бермейміз. Ақ босағадағы соңғы кездесу. Арсен кешке қарай өзі қоңырау шалды. Қожайын сияқты бір қалыпты сөйледі. Кімнің қайда тұрып, қашан дем алатынын өзі шешетіндей. Бауыржан аға, балабақшаны қойыңыздаршы, деді Арсен. Ертең ақ босағада айқай-шусыз жиналамыз. Туыстар отырады. Аружан жұрттан кешірім сұрайды. Сонымен мәселені жабамыз. Мен тұтқаны құлағыма ұстап, өшік тұрған білдекке қарадым. Менің артымда Аружан қабырға қасындағы орындықта отыр еді. Көзінің астындағы көгерген із шетінен сарғая бастапты. Аяжан раковинаның қасында қолына шын аяқ ұстап тұрды. Аяжан қасымыз деді. Бөлген жоқ. Сен бізді татуласуға шақырып тұрсың ба, деп сұрадым мен. Мен сіздерді өзімізді қалыпты ұстауға шақырып тұрмын, деп жауап берді Арсен. Аружан келіп, ашуға бой алдырғанын айтсын. Маған көп керек емес. Мен айуан емеспін. Мен дауыс сорайтқышты қосып, телефонды білдектің үстіне қойдым. Қайтала, қызың естісін. Арсен қасында тек мен емес екенімді түсінді. Дауысы жұмсара түсті. Аружан, мен сенің қылығыңды ұмытуға дайынмын. Бәрінде уайым болады. Тек сенің өміріңді бұзатын адамдарды тыңдама. Ертең келесің, отырамыз. Менің анам сенің анаңмен сөйлеседі. Менің жасыратын ештенем жоқ. Аружан тізесін құшақтады. Саусағында әлі де жүзігі бар еді. Металл өзге бұйымдай жылтырады. Ал Зоя тәте бола ма, деп сұрады Аружан. Болады, егер керек болса, деді Арсен. Ол сенің визажисте қалай теңселгеніңді көрген. Кек мен сені қинағым келмейді. Аяжан басын көтерді. Бауыржан оған қысқа хабарлама жіберіп үлгеріпті. Зоя сол күні таңертең қызметтік есіктен кіріп, барлық уақытын мейрамхананың ас үйінде өткізген екен. Қолында жазба болмаса да, ол мұны өзі растауға дайын еді. Ертең сағат нешеде, деп сұрады Аружан. Міне ақылдым, деді Арсен. Кешке сол залда. Журналистік айла тәсілсіз. Қоңыраудан кейін біз ұзақ уақыт үнсіз қалдық. Мен білдектегі ескі шүберекті алып, оны шарш етіп бүктеп қайта жаздым. Қолдар өздері жұмысыз, деді. Әке, сен уәде бергенсің, деді Аружан. Есімде, ұрмаймын ба? Қолымды тигізбеймін, және сөзбен артық ештеңе қоспаймын. Мен бас изедім. Маған мұндай адаммен бір үстелге отырмайды деп айтқым келді. Бірақ бұл тағы да оның даусының орнына менің даусым болар еді. Аяжан Аружанның қасына отырды. Мен материалды сенің келісіміңсіз шығармаймын, деді Аяжан. Ертең ол өзі бәрін қайталаса да, жазба менде жатады. Шешім сенде. Ал егер мен келіспесем ше? Онда шықпайды. Мен арыз жазуға көмектесе алам. Көшірмелер сақтай алам. Контактілерді бере алам. Бірақ бұл сенсіз чатқа кетпейді. Аружан жүзікке қарап, оны саусағының ортасына дейін шешіп қайта тақты. Мен оның қалай өтірік айтатынын естігім келеді, деді қызым. Сіздер үшін емес, өзім үшін шындықтың ашылуы. Келесі күні кешке біз ақ босағаға белгіленген уақыттан бұрын келдік. Мен сол тойдан кейін бұл жерге сабырлы кіре алмайым деп ойлағанмын. Бірақ аяқтарым бөлшек бүлінген. Бірақ бәрібір жөндеу керек зауыттың ауысымына бара жатқандай сенімді басты. Кіреберісте Бауыржан темекі шегіп тұр еді. Темекіні екі саусағымен күйіп қалудан қорыққандай ұстап тұрды. Бауыржан аға, мен картаны залға әкелген жоқпын, деді Бауыржан. Көшірмесі Аяжанда, түпнұсқасы үйде. Егер Арсен монтаж туралы айта бастаса, мен болған күйінде айтамын. Тек менің жұмысым бар ғой.
Түсінемін. Батыр болудың қажеті жоқ. Тек білетініңді айт. Бауыржан Аружанға қарап, жазба үшін ақырын кешірім сұрады. Қызымыз ашусыз жауап берді. Сіз қорықтыңыз ба? Мен де қорықтым. Зал баяғыдай еді. Үстелдерді жақынырақ қойытты. Гүлдер солып тәтті, жағымсыз иіс шығып тұрды. Дыбыс зорайтқыш бұрынғы орнында тұрды. Мен оны бірден көрдім. Арсен орталық үстелдің жанында тұрды. Жанында анасы оның жағасын түзеп жатты. Жағасы түзу болса да. Бауыржан қабырға жақта тұрды. Зоя тәте шеткері отырып, алдына сөмкесін қойыпты. Сол тойдан бірнеше қонақта бар еді. Арсен Аяжанды көріп мысқылдады. Мен баспасөзсіз деп өтініп едім. Аяжан менімен бірге келді, деді Аружан. Қызымның дауысы қатты шыққан жоқ, бірақ зал естіді. Арсен жүзін өзгертті. Сатушының үйреншікті жымиысы пайда болды. Аружан, келгеніне қуаныштымын. Қасыма отыр. Бұл ластықты тасығанымыз жетер. Ол қасындағы орындықты көрсетті. Арқалығында әлі де ақ лента ілінулі тұр еді. Оны банкеттен кейін ешкім шешпепті. Аружан отырған жоқ. Аяжан қызының қасында тұрды. Анасы да орнынан көтерілді. Адамдар татуласуға келді, деді ол. Ал сіздер тағы да көрсетілім ұйымдастырдыңыздар. Бауыржан аға, сізге ұят болуы керек еді. Мен Арсен шақырған асабаға қарадым. Асаба аппараттың қасында сымды тексергенсіп тұрды. Бүгін кішкентай микрофоны жоқ еді. Бірақ тіреуіштегі микрофон қосылы тұрды. Аяжан өз микрофонын көлікте ақ сөмкесіне қыстырып алған еді. Тұзақ үшін емес. Кейін Арсен бізді ойдан шығарды демесін деп. Музыканы өшіріңіздер. Әңгіме қысқа болады. Дыбыс зорайтқыштан мейрамхананың ақырын әуені естіліп тұрды. Асаба батырманы басты. Көк шам жанып тұрды. Ал дыбыс үзілді. Мен микрофонды алған жоқпын. Өз даусының басты болғанын қаламадым. Арсен, сен бізді татуласуға шақырдың. Адамдардың көзінше айтшы. Той алдында таңертең Аружанға не болды? Арсен ақырын күлді. Тағыда ма? Аружан уайымдап құлақ қалды. Кейін сіздер ушықтырдыңыздар. Бәрі біледі ғой. Мен таңертеңгілік туралы сұрадым. Мен жауап бердім. Жоқ. Зоя тәте сөмкесіне қол созып, орамалмен ернінің шетін сүрте бастады. Аяжан алға бір қадам басты. Арсен, нақтылап алуға бола ма? Сіз Аружанның көгерген ізін визажисте алғанын растайсыз ба? Е, визажисте, деді Арсен. Зоя бәрін көрді. Зоя қасында болды. Зоя тәте тез бассыз еді. Мен оның қалай теңселгенін көрдім. Қыз бала өте уайымдап жүрді. Мен тіпті қант беру керек дедім. Бауыржан есік алдында тұрды. Бұл сөздерден кейін ол жөтелді. Саған не болды сонда? Деп Арсен кілт сұрады. Ештеңе. Тек Зоя визажисте болған жоқ. Ол ас үйде отырды. Мен оның қызметтік есіктен қалай кіргенін, және кейін аспаздармен шай ішкенін өзім көрдім. Зоя тәте ернін сүртуін тоқтатты. Мен 1 минутқа кіргенмін. 1 минутқа емес, деп жауап берді Бауыржан. Бақылау камерасының жазбасы менеджерде бар. Уақыты жазылған. Анасы үстелді қолмен ұрып қалды. Әйел адамға неге жабыстыңыздар? Ол кейін кіруі мүмкін ғой. Мүмкін, дедім мен. Тек өзі айтып тұрған нәрсені көрген жоқ. Арсен маған жақын келді. Жүзінен жымиыс кетті. Сіздерге менің оны қайта қабылдауға келіскенім аз ба? Сіздердің менмендіктеріңізден менің қанша жоғалтқанымда түсінесіздер ме? Аружан қасымда тұрды. Бірақ мен оның алдын бөгеген жоқпын. Бұрын болса қорғайтын едім. Сол кеште өзімді жарты қадам шетте тұруға мәжбүрледім. Мен сенен мені қайта қабылдауды сұраған жоқпын, деді Аружан. Арсен анасына қарады. Анасы сәл ғана бас изеді. Аружан, масқара болмашы. Әйел адам кейде не істеп жатқанын түсінбейді. Оны тоқтатады. Отбасында тәртіп болу керек. Қалай тоқтатады? Деп сұрады Аяжан. Арсен ашуға мінді. Одан білдектегі бірінші дыбыстан естілетін діріл шықты. Тетік айналып тұрған сияқты, бірақ жүрісі түзу емес. Мен оның ақыры түсінгенін қаладым, деді Арсен. Отбасында әр уақытта еркелік жасауға болмайды. Мен тәртіпке жауап бердім. Сөздер залға ауыр тиді. Айқаймен емес, одан да жаман, қарапайым сөйлеммен тиді.
Қабырға жақтағы Бауыржан көзін жұмды. Зоя тәте сөмкесін қысты. Бірнеше қонақ Аружаннан көздерін тайдырып, Арсенге қарады. Сол кезде мен түсіндім. Адамды кейде айғақ емес, шындықты тек өзінікі деп ойлап айту әдеті құртады. Рахмет, деді Аяжан. Не үшін деп Арсен кілт сұрады. Жауап үшін. Ол түсінді. Аяжанның сөмкесіне қол созды. Бірақ мен бір қадам жасадым. Қолымды көтерген жоқпын. Жай ғана оның Аяжанмен арасына тұрдым. Керек емес, дедім мен. Арсен тоқтап қалды. Көздері жан-жаққа жүгірді. Бұл арандатушылық. Сені ешкім арандатқан жоқ, деді Аружан ақырын ғана. Сен үйде де осылай сөйлейтінсің. Аяжан телефонымен кішкентай дыбыс сорайтқысын шығарып, үстелдің шетіне қойды. Аружан, қосайын ба? Қызым сәл үнсіз қалды. Аяжан оның шынтағынан өте ақырын ұстады. Ауруханадан шыққан адам ұстағандай. Қос, деді Аружан. Алдымен тойдың шуылы, музыка, дауыстар, ыдыс сылдыры басталды. Асаба жастар туралы көңілді сөйлеп жатты. Кейін менің өз дауысым шықты. Музыканы өшіріңіздер. Кейін кідірістен соң Асабаның микрофонына түсіп қалған Арсеннің дауысы шықты. Оған сабақ болу керек еді. Ешкім таңғалып айқайлаған жоқ. Өмірде кинодағыдай бола бермейді. Тек әлгі алыстағы қонақ әйел көзін тәрелкеге түсірді. Тойды бәрінен қатты күлген еркек телефонына қол созып барып тез тартып алды. Арсеннің беті ала-құла болып бозарып кетті. Монтаж. Бұл монтаж. Бауыржан, сен мұның немен аяқталатынын түсінесің бе? Бауыржан есіктен жақындады. Бұл үйлену тойының клипіне жазылған техникалық жолақ. Асабаның микрофоны қосулы тұрды. Мен картаны қиған жоқпын. Сен ақшаға сатылдың ба, деді анасы. Қандай ақшаға? Бауыржан ашуланды. Мен қорыққандықтан үндемей жүрдім. Ал кейін сіздің ұлымыз мені дыбысты қолдан жасады, деді. Осыдан кейін мен үнсіз қалуды қойдым. Аяжан жазбаны өшіріп басқа файлдарды ашты. Телефонды бәрінің бетіне көрсетпей, экранды Аружанға, кейін маған, сосын қасында отырғандарға бұрды. Бұл жерде сотта, үкімде жоқ, деді Аяжан. Бұл жерде банктың деректері бар. Аружанның картасы арқылы жасалған аударымдар. Бауыржанның Арсенмен хаттары. Қарызды қайтару және сыйлық ақшасы туралы сөздер. Бауыржан қабырғадан қозғалды. Мен мұны растаймын, деді ол тұйық дауыспен. Арсен інісіне қарай тез бұрылды. Артындағы орындық сықырлап кетті. Аузынды жап. Жоқ, мен бұрында жапқамын, жетер. Арсен төлемдерді Аружанның картасымен өткізуді өтінді, деді Бауыржан. Солай ыңғайлы, деді. Кейін мұны оның қарызы ретінде жазғысы келді. Мен хаттарды Аяжанға бердім. Сонда да бауыр дейді-ау деп Арсен тістенді. Ал сен мені кінәлі қылғың келді ме, деп жауап берді Бауыржан. Зал үшін, қайтару үшін, бәрі үшін бе? Мен Аружанға қарадым. Қызым жеңіске масаттанбай тыңдап тұрды. Жауды жеңдім деген қуаныш жоқ еді. Тек шаршауғар болатын. Ауыр нәрсені ұзақ ұстап тұрып, кейін жерге қойғанда қолын әлі де ауырып тұратындай. Арсен тағда үйреншікті сөзіне көшті. Аружан, сен олардың сені пайдаланып жатқанын түсінесің ғой. Әкең қартайған, зерігіп жүр. Журналист қаралым жинақсы келеді. Менің інім әрқашан әлсіз болған. Ал сен қазір бір аптада кететін көгерген із үшін бәрін білдіріп жатырсың. Аружан жүзікті жұлып алған жоқ, ақырын шешті. Алдымен айналдырды. Өйткені саусағы сәл ісіп кеткен еді. Кейін тартты. Жүзік оңай шыққысы келмеді. Аяжан сұлулық ұсынды. Аружан саусағын сүртіп, жүзікті шешті. Арсен оның қолына қарап тұрды. Еркелеме. Аружан Арсеннің қасындағы орындыққа жақындады. Орындық бос еді. Арқалығында ақ лента бар еді. Ол жүзікті орындықтың үстіне қойды. Бетіне лақтырған жоқ. Жай ғана қажетсіз кілт сияқты қалдырды. Бұл көгерген із үшін емес, деді Аружан. Бұл сенің мені өз бұйымың деп санағаның үшін. Арсен Аружанға қарай бір қадам жасады. Мен иығымды қатайттым. Қызым мұны көріп басын сәл шайқады. Керек емес дегендей. Мен орнымда қалдым. Сен әлі еңбектеп келесің, деді Арсен.
Қарыздарыңмен, масқаранмен, шаш бояуларыңмен ешкімге сенің қажетің болмайды. Анасы алғаш рет бізге емес, ұлына ашуланды. Арсен, жетер. Ол естіген жоқ. Мен сені батпақтан шығардым. Мен шаңырақты ұстағың келді, ал сен бағынышты әйелді қаладың деп сөзін бөлді Аружан. Сөйлемі ақырын шықты. Бірақ артық күшсіз бұралған бұранда сияқты берік еді. Аяжан телефонын көтерді. Аружан, мен бәрінің алдында сұраймын. Сен маған техникалық жазбаны, банктың деректерін және Арсеннің бүгінгі жауабын біздің сюжетте пайдалануға рұқсат бересің бе? Сұрақ жағымсыз еді. Аяжан қысым жасағандықтан емес, керісінше қызына бас тартуға мүмкіндік берді. Бірақ бүкіл зал естіді. Енді әкесі де, күйеу жігіт те чатта шешпейді. Аружан шешеді. Қызым маған қарады. Мен ештеңе демедім. Тіпті ишаратпен де әсер етпеу үшін қолымды артыма ұстадым. Рұқсат берем, деді Аружан. Бірақ менің жүзімді жақыннан көрсетпей, және кек алмай. Мен кек сұрамайтынымды жазыңыз. Мен өтірік айтпауды сұраймын. Солай болады деп жауап берді Аяжан. Арсен ащы күлді. Сенің шарттарың кімге керек? Міне, бұл да жазбада қалады, деді Аяжан. Ол үндемей қалды. Содан кейін кеш тарады. Әдем емес, жеңіссіз. Жай ғана адамдар орнынан тұра бастады. Біреу үнсіз кетті, біреу Аружанға келіп әлсіз сөздер айтты. Біз білген жоқпыз, бізге солай айтты. Мен оларды кінәлағанда, қызым үшін кешіргенде жоқпын. Зоя тәте бірінші болып шықпақшы еді, бірақ Бауыржан оны жолда тоқтатты. Зоя, менеджерге бәрібір түсіндіру керек болады. Неге визажист туралы айтқаныңызды? Мен жаман ештеңе ойламадым деп күңкілдеді ол. Анам қыздың мазасыз екенін растауды өтінді. Отбасылық мәселе деп ойладым. Отбасылық деген өтірік деген сөз емес, деді Аяжан. Жұбайым сирек араласатын, бірақ араласса онымен айтысу қиын еді. Арсен жүзікті орындықтан алып қалтасына салды. Бәрін әлі өкінесіңдер. Мұнымен маған келме, деп жауап берді Аружан. Ертең мен арыз жазамын. Бауыржан ағасын есікке қарай алып кетті. Олар қатар жүрді, бірақ бірге емес еді. Бұл қадамдарынан көрініп тұрды. Асаба аппараттың қасына келіп ақырын сұрады. Музыканы қосайын ба? Мен Аружанға қарадым. Жоқ, деді ол, керек емес. Оң жақтағы дыбыс зор айтқыш көк шамы жанып тұрған күйі қалды. Дыбыссыз ол тойдан кейін жинауды ұмытып кеткен бүйім сияқты көрінді. Жаңа өмірдің бастауы Аяжанның материалы бірден шыққан жоқ. Таңертең Аружан 3 рет ойын өзгертті. Алдымен жариялаңыз, деді. Кейін күте тұруды өтінді. Сосын Аяжанға өзі қоңырау шалып, келісетінін, бірақ жіберместен бұрын мәтінді оқығысы келетінін айтты. Аяжан біздің үйге ноутбугымен келді. Ас үй үстеліне отырды. Аяжан шай қойды, бірақ ешкім ішкен жоқ. Материалда ешқандай кекшілдік жоқ еді. Онда бәрі қарапайым жазылыпты. Ақ босағадағы той, көгерген із, жарақат бөлмесінің анықтамасы, Арсеннің сөздері бар техникалық жазба, Бауыржанның дыбыс туралы растауы, Аружанның картасы арқылы жасалған аударымдар және Бауыржанның хаттары. Зоя тәте туралы бөлек жазылыпты. Оның сөздері Бауыржан көрген және кейін менеджер растаған қызметтік есіктің мәліметтерімен сәйкес келмеген. Балағатсыз, ат қоюсыз, Арсеннің үйіне барыңдар деген шақырусыз жазылған еді. Соңында Аяжан Аружанды қорламауды және Арсенге қауіп төндіріп жазбауды өтініп қосыпты. Өйткені қауіптер тек арызға кедергі келтіреді. Аружан бұл жерді 2 рет оқыды. Қалдырыңыз, менің кесірімнен біреудің терезенің астында айқайлағанын қаламаймын. Онда жіберемін. Аружан аудандық чатты ашып, ескі хабарламаларға қарады. Онда әлі де тойды бұзған қызбен жынды туралы сөздер тұреді. Кейбіреулер өз жазбаларын өшіріп тастапты, бірақ іздері қалған еді. Жауаптар, үзінділер, өзгенің айтқандары. Жіберіңіз, деді Аружан. Материал алдымен біздің көше арнасына шықты. Кейін сілтемесін аудандық чатқа салды. Содан кейін ол жерде үлкен талқылау басталды.
Біреулер бұрыннан сезгенін жазса, басқалары Зояға сеніп қалғандарын айтып ақталды. Аяжан қатты жауап бергісі келіп еді, бірақ қызымыз оны тоқтатты. Керек емес анашым. Кім түсінсе, сол түсінеді. Келесі күні біз арыз жазуға бардық. Мен үстелге дейін бірге барғым келді, бірақ Аружан мені дәлізде тоқтатты. Әке, мен өзім айтып берем. Мен дәліздегі қатты орындыққа отырдым. Аяжан қасыма отырды. Жұбайымның қолында жарақат бөлмесінің анықтамасы, аударымдардың көшірмелері мен хаттар салынған көк папка бар еді. Аружан кабинетке жалғыз кірді. Есік жабылды. Мен тек ақырын дауыстарды ғана естідім. Бұрын болса дәлізде жүріп тұтқаны жұлқылайтын едім. Сол күні отырдым. Бұл үстелді ұрғаннан да ауыр екен. Кейін Аружан шығып, қабылдады. Кейін шақырат деді. Аяжан, жағдайың қалай? Жақсы, тек басым бос сияқты. Қаржылық мәселелер ұзаққа созылды. Аяжан тізім жасауға көмектесті. Қайда аударылды? Хат қайда? Банкеттің өтпеген бөлігі үшін ақшаны қайтаруды банкке қалай жазу керек? Бауыржан бір рет келіп, төлемдер бойынша түсіндірмеге қол қойып берді. Аружан онымен суық сөйлесті. Мен саған рахмет айтуға міндетті емеспін. Міндетті емессің деп жауап берді Бауыржан. Мен рахмет үшін істеген жоқпын. Ол кетті. Ақ босағаның менеджері алдымен Бауыржанды бір күнге жұмыстан шеттетіп, кейін қайтарды. Қала жазбаның заңды болғанын біліп қойған еді. Бірнеше күннен кейін біз ақ босағаға тағы да келдік. Татуласу үшін емес, ақшаның бір бөлігін алу және тоқтатылған банкет бойынша қағаздарға қол қою үшін. Аружан өзі баратынын айтты, бірақ Аяжан, өзім барғаның жалғыз барасын деген сөз емес деді. Мен оларды ескі көлігіммен апардым. Жолда ешкім сөйлеген жоқ. Аружанның тізесінде сол ашық хат жатты. Мен оны қызыма сол бір қиын түнде берген едім. Ол содан бері оны өзінде ұстап жүрген болатын. Мейрамхана залындағы әшекейлердің көбін жинап тастапты. Үстелдер жалаңаш тұрды. Аружан жүзікті қойған орындықты қабырғаға асырып қойыпты. Ол шеткері, бос, лентасыз тұрды. Оң жақтағы дыбыс зорайтқыш өшіруледі. Тіпті көк шамы да жанбапты. Менеджер Аружанға қағаздарды ұсынды. Сыпайы сөйледі, бірақ көзімен есікке қарап отырды. Аружан бәрін өзі оқып шықты. Аяжан оны қайтару туралы жолдарды тексермейінше қол қоймауға үйреткен еді. Мұнда сома дұрыс емес деді Аружан. Менеджер күрсінді. Ол жерде өнімдер үшін ұстап қалу бар. Ұстап қалу өткен жолда жазылып қойған. Ол маған қарады. Мені араласады деп ойлаған шығар. Мен үндемедім. Аружан қаламды қағаз үстінде ұстап күтіп тұрды. Қазір түзетеміз деді менеджер. Ол қағаздарды алып кетіп, жанасымен оралды. Аружан тағы бір рет оқып шығып, содан кейін ғана қол қойды. Мен жанында тұрып ойладым. Міне, нағыз жеңіс осы. Кеше ғана үнсіз қалуға мәжбүр болған адам, бүгін қағаздағы жолды сабырмен тексеріп отырғанда. Бәрі аяқталғанда, Аяжан қызының шарфын түзетті. Аружан қашқан жоқ. Кейін қызымыз уысын ашты. Алақанында ашық хат жатты. Бұрышы саусақтан дымқылданып кетіпті. Әке, мен мұны шынымен жаздым ба? Жаздың, К әрпін теріс жазғансың. Аружан артына қарап, осы күндерде бірінші рет сүмейді. Үйге ме? Деп сұрадым мен. Ол ашық хатты осына қысты. Үйге, әке. Біз бос залдан шықтық. Музыка ойнаған жоқ. Дыбыс зорайтқыш үнсіз тұрды. Артымызда үстелдер, орындықтар және қызымыздың